Неліктен аң патшасы арыстан деген сұрақ туындайды? Осы мағлұматтарды айтпас бұрын арыстан туралы бірнеше қызықты мәліметтермен бөлісе кетейін. Ересек арыстанның ақырған дауысы 8 шақырымға дейін естіледі. Азу тістерінің ұзындығы 8 см. Ауыз қуысында 30 тіс орналасқан, жақтары өте мықты. Еркек арыстанның тырнақтары 10 см-ге дейін өседі, ал ұрғашылардікі 8 см-ге дейін өседі. Өте өткір әрі мықты жаратылған. Жалының жүні 40 см-ге дейін жетеді. Африкада ең жалқау жануардың бірі болып есептеледі. Жалының жүндері шайқас кезінде жарақаттан қорғай алады, ал ұрғашыларда жал болмайды. Арыстан салмағының ауырлығына қарамастан жылдам жүгіреді. Еркек арыстандар 60-70 км жылдамдықпен жүгірсе, ал ұрғашылары 80 км сағатына жүгіре алады. Көздері түнде өте жақсы көреді. Тіпті түнгі көріністе адамнан 4 есе анық көре алады.